Баршаңызға сәлем. Бүгін біз әйгілі кореялық болтун дорамасының қысқаша мазмұнын айтатын боламыз. Ендеше бастайық. Пак Чан Хо табысы аз, көп сөйлейтін адвокат. Кәсіби өмірінде жеңіске жетуі сирек, сондықтан әріптестері оны болтун деп атайды. Бір күні ол күрделі қылмыс істерінің біріне араласып, танымал алаяқ үлкен тышқан ретінде жалған айыпталады. Осылайша Чан Хоның өмірі түпкілікті өзгереді, оны тұтқындап түрмеге жабады, ал қоғам оның кінәсіздігіне күмәнданады. Түрмеде Чан Хо өз кінәсіздігін дәлелдеуге тырысады. Оның жанында әйелі Го Михо бар, ол күйеуін қорғап, шындықты ашуға бел буады. Екеуі бірге ірі ұйымдардың, биліктің және медиа құрылымдарының жасырын әрекеттерін зерттеп, көптеген кедергілерді жеңуге мәжбүр болады. Чан Хо түрмеден шықпай-ақ ақпарат жинайды, алиби мен дәлелдер іздейді, ал Михо сырттан көмек көрсетіп, қажет кезде өзінде қатерге тігеді. Шын үлкен тышқан Чан Хоның жанындағы түрмеде жақын адамына айналған адам болып шығады. Чан Хо оған бетпе-бет кездеседі және әділеттілік үшін күреседі. Осы кезде әйелінің әрекеттері арқасында оның істі ашуға мүмкіндігі болады. Нәтижесінде Чан Хо ақталып әділет орнайды. Шын Бэйг мәз қасақана болған жарылыстан қаза табады. Ал Чан Хо бұрынғыдай болтун емес, қаза болған үлкен тышқанның өсиеті бойынша оның орнына отырады, яғни үлкен тышқанға айналады. Бірақ Михо күрес барысында ауыр сырқатқа шалдыққандықтан өмірден өтеді және оның ерлігінің арқасында әділет үшін күрес жалғасады.